Таобабаға тіркелу үшін ең алдымен Play Marketке Таобаба деп жазып, телефонымызға жүктеп аламыз. Міне осы приложение. Жүктелгеннен кейін ашып кіреміз. Бірінші тұрған жазуды басамыз. Разрешитті басып, тағы да сары батырманы басамыз. Таобабаға кірдік. Енді төмен жақта тұрған мой профиль бөліміне өтеміз. Осылай шығады. Мына төменде тұрған көк батырманы басамыз. Сары жазуды басамыз. Окей. Agree деп тұрған көк жазуды басамыз. Болды. Таобабаға тіркелдік. Бұл Таобабаның мой профиль бөлімі. Енді осы жерге өзіңіздің атыңызды жазып қоюға болады. Ол үшін мына тұрған жазуды басамыз. Өзіңіздің суретіңізді қойып қойсаңыз болады. Ол үшін мына жазуды басамыз. Үшінші жазуды басамыз. Екіншісін таңдаймыз. Галереяға өттік. Осы жерден өзіңіздің суретіңізді таңдасаңыз болады. Екінші тұрған жазуды басып, атымызды өзгертеміз. Қытайша жазылып тұрған жазуды өшіріп тастап, өзіңіздің атыңызды ағылшынша жазып қойсаңыз болады. Сары батырманы басып сақтаймыз. Болды, басқа ештеңке өзгертпей қойсақ болады, артқа шығып кетеміз. Таобабаға тіркелдіңіз. Енді 1688-ге тіркелу үшін Play Marketке 1688 деп жазып, міне осы приложениені жүктеп аламыз. Жүктелгеннен кейін ашып кіреміз. Осылай шығады, сары батырманы басамыз. Разрешить. Тағы да разрешить. Енді төменде тұрған мой профиль бөліміне өтеміз. Осылай шығады. Ең астыңғы жаққа птичканы қоямыз да көк жазуды басамыз. Тағы да көк жазуды басамыз. Енді біраз күтеміз. Осылай шығады. Бұл жерге телефон номеріңізге келген SMS кодты жазамыз. Сары батырманы басып сақтаймыз. Осындай жазулар шығады. Мына жерге птичканы қойып, сары батырманы басамыз. Болды. 1688-ге сәтті тіркелдіңіз.